Сәлеметсіздер ме оқушылар, әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Әдебиеттік оқу сабағын бастамас бұрын оқулығымыздың 82 және 83 бетін ашып дайындалайық. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ауыл күзі деп аталады. Оқушылар, ауыл күзі өлеңінің авторы Тайыр Жароков. Оқушылар, Тайыр Жароков ақын аудармашы. Ол 1908 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Жетібай ауылында дүниеге келген екен. Оқушылар, алдымен өлеңді тыңдай қойыңдар. Өлеңнің ырғағына мән беріңдер және мәнерлеп оқып, жаттығып көріңдер. Ауыл күзі көтеріле аспандай, көкте сұрша бұлт көшіп, жерге інжу шашқандай, күміс моншақ шық түсіп, қайың терек басынан сарғылт тартып жапырақ, жерге түсіп шашылған, жел үрсе тек қалтырап, бұтақты бүге балбырап, көз тартады көріңіз, алма піскен албырап, маужырап барқыт қоңыр күз, беті қызыл алмадай, балалары ойнаған, анасындай аймалай, мектеп тұр қол бұлғаған. Майға бөгіп мамырлап, мал қаптаған даланы, қызған еңбек дабылдап, қырманның тегіс алабы, кемедей көшіп комбайн, алтын дария егінді, сүзіп жүр маржан бидайын, күзіміз неткен көңілді. Оқушылар, менімен бірге өлеңді бірнеше рет мәнерлеп оқып, жаттап алуға тырысыңдар. Сонымен қатар, оқулықтағы 83 беттегі комбайнның суретіне назар аударыңдар. Ол комбайн не істеп жүр деп ойлайсыңдар? Бұл өлеңнің қай шумағында айтылған? Алдымен осы комбайнның не істейтіні туралы маған алдымен аудиозапис арқылы айтып бере қойыңдар. Одан кейін осы өлеңді жаттайсыңдар. Өздеріңнен кері байланыс күтемін. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан оқушыларға жарайсыңдар дегім келеді.